Отқан Айқын Төлепберген тағы елдің сынына ұшырады. Көрдің ба видеосын? Иә, көріп. Соңғы концертінде өзіне плакат жазып, арнайы дайындалып келген жанкүйерін сүйіп алып қоймай. Я жақтырмай қалды көрермендер. Импровизация болған шығар деп ойлап қалдық енді. Дегенмен енді көптің алдында шығып алып, сондай қылық жасау әсіресе үйленген жігітке болмапты. Дегенмен Айқынның өміріндегі болып жатқан отбасындағы өмірі барлығы халыққа қызық қой. Кезінде мынау некелі кезінде кешудің сол кездегі аруы Жұлдыз Өмірғалимен көңіл қосып, әйелімен ажырасып, кейін соған үйленгенін жақсы білеміз ғой. Қазір үлгілі отбасы. Енді біреудің отбасына тіл тигізуге хақымыз жоқ қой. Дегенмен ел айтса қалт айтпайды. Қызғымарсың Айқын, мұнаң не болмапты, сахнада жас қызды сүйіп алғаның не деп деген секілді комментариялар, пікірлер жазылып жатыр. Сахна адамдарына абай болған жөн, әр қадамына. Ал Айқынның сахнадағы әріптесі Алтынай Жорабаева соңғы кезде 27 келіге арықтап елді таңғалдырған еді. Бірақ жұрт оны қолдаудың орнына керісінше хейтке алды. Бірі жаңа бітіміне сүйсінсе, енді бірі тым артық арықтап кеткен деп жақтырмай қалды. Осы кезде шоу-бизнестағы әріптестерімізді қатты нетеміз, түсінеміз. Ол кісілерге қазір көрермендерге жауап қойын, арықтасаң арықтадың дейді, толып кетсең толып кеттің дейді. Не дегенмен енді әркімнің өзінің самооценкасы дей ма? Иә. Желі қолданушылары біреудің жеке шекарасын бұзғанды жақсы көреді емес пе? Әншіні қолдаудың орнына жаппай жерден алып жерге салып жатыр. Арықтау жараспайды, бет терісі салбырап кетіпті, елуге келіп бала тапты, өзімен алысып бітті деген сияқты ауыр комментарийлер қарша бороды. Ал Жорабаеваның өзі болса, денсаулығы үшін арықтағанын айтып, тіпті салбыраған терісін тарттыру үшін пластикалық отаға да баруы мүмкін деп қызықтырып қойды. Әншінің бұл мойындауы да қызу талқыға түсіп жатыр. Жасатса жасасын, әркім өзі біледі ғой. Біздің ойымызша, сахна адамы жарқырап жүру керек, сымбатты болу керек, өзіне қалай ыңғайлы, солай өмір сүру керек деген секілді. Ал енді Айқын болсын, жаңағы Алтынай Жорабаева болсын, ол кісілер бұрыннан келе жатқан әншілер ғой. Бұндай хейттарға әбден еттері үйренген. Енді шоу-бизнесті былай сырып қоя тұрайық, өткен аптада мынау ел назары Талғарға ауды. Талғарда өте бір үлкен трагедия орын алды. Қоғамды дүр сілкіндірді. Талғарда шынымен байқасаң, соңғы жылдары қатты осындай қылмыстар көбейіп кетті. Мүмкін бұрында сондай болған жасырып келген. Ең криминалды қала деген түсінік пайда болды. Соңғы оқиғалардан кейін Шерзаттың ісі бар, одан кейін баланы зорлау, қылмыс, енді бір ғана кішкентай ауылда сондай нәрсе болғаны өте өкінішті. Ол жақта тәртіптің болмағаны ма, тәртіп сақшылары қайда қарап отыр деген секілді көптеген пікірлер айтылып жатыр. Мынау жақындағы Талғардағы трагедия жайлы айтамыз. Соңғы аптада елдің назары осы Талғарда. Жергілікті тұрғын Аружан есімді медбикемен TikTok желісі арқылы танысқан. Біраз араласқан соң ол жәбірленушіге зорлық көрсетіп, атына несие рәсімдеткен. Бір емес бірнеше несие. Қорқытып үркітуді тоқтатпаған қаныпезер ақыры оның туысын аяусыз өлтіріп, 2 жасар баласын ұрлап әкеткен. Енді жалпы бүгінгі осы студияда айтылатын тақырыптардың барлығы әлеуметтік желінің төңірегінде болады ғой. Бір жағынан өте қауіпті құбылыстар болып жатыр, байқайсың ба? TikToktан, әлеуметтік желіден танысқан 2 жастардың оқиғасы трагедиямен аяқталып жатыр. Бұл жайлы енді сәлден соң тарқатып айтып береміз. Енді студия сыртында тұрған қонағымызды көп күттірмей шақырайық, хабарымызды бастайық. Армысыздар. Армысыздар, экран алдына жайғасыңыздар. Бүгін өте қызық болады. Айтып өттім сөз басында, бұл апта саяси жаңалықтарға толы болды. Апта жыл сайын осы кезде президент жұрт алдына шығып есеп береді ғой, келешекке ел жоспарын жұртқа жариялайды. Биылғы жолдаудағы ең үлкен өзгерістің бірі Қазақстанның бір палаталы парламенттік жүйеге көшуі. Президент сенатты таратып, тек мәжілісті қалдыруды ұсыныпты. Әрине бұл реформа бірден іске асатын емес, 1 жыл талқыланып, 2027 жылы референдумға шығарылады екен. Яғни шешімді халықтың өзі қабылдайды деген сөз. Жалпы мемлекет басшысы осы бастаманы байқасаң бірнеше мәрте айтып жүр. Президенттің бұл ұсынысы бәрімізді таңғалдырды. Жасырып қайтейік, қазақстандықтардың көбі қуанды. Себебі депутаттардың тым көп болуы халық
халық арасында наразылық тудырып келгені рас. Енді ықшамдалады. Бұл реформа заң шығару үдерісін жеңілдетеді. Қазір заң жобасы мәжілісте қабылданып, Сенатта қайта қаралатын еді ғой. Бұл екі сатылы процесс көп уақыт алатын. Ал жоғарғы палата жойылса, мемлекеттік шығын азаяды, бюджет үнемделеді, салық төлеушілердің қаржысы тиімді жұмсалады. Бірақ бір жайтты ескеру керек. Сенат аймақтардың мүддесін қорғайтын орган еді. Ол жойылса, өңірлердің дауысы әлсіреп қалуы мүмкін. Енді күшті айттың, ықшамдалады деп, шынымен де ықшамдалу процесі деп түсінейік, бірақ енді жоғарыдағылар мұны да енді ойластырып қойған деп үміттенеміз. Президент жолдауында ең көп талқыланған тағы бір жаңалық, ол жаңа министрлік құру туралы шешім. Дұрыс айтасың, жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігін құру заман талабы. Тоқаев 3 жыл ішінде Қазақстанды толық цифрлық ұлтқа әрі Еуразиядағы технологиялық орталыққа айналдыруды тапсырды. Қызығы, мұндай жеке AI министрлігі қазір әлемде сирек кездеседі. Қазақстан алғашқы елдердің бірі болып, осындай қадамға бармақшы. Бұл елімізге халықаралық IT қауымдастықтың назарын аударуы мүмкін. Осы IT саласы бойынша әлемдегі үздік елдердің бірі екенін жақсы білеміз ғой. Цифрландыру алға басып кетті. Тағы бір енді осы орайдағы үлкен жобасы Алатау қаласы. Болашақтың шаһары болады, жаһанданудың жаңа үлгісі болады. Жобаның жалпы макетін өзің көрдің бе? Иә, көрдім, өте ұнады. Бұйыртып, ойдағыдай жүзеге асатын болса, нағыз енді заманауи елге мақтанып көрсететіндей үлкен бір мегаполисқа айналатынына сенімдіміз. Бұған дейін әлеуметтік желіде бұл қала Сингапурдың стилінде салынады деген ақпарат шықты. Сингапурдың аэропортының өзін көріп педім, бір қала шықты. Ұқсас өте, иә. Иә, мен де көрдім, президент бұл қаланың ерекше мәртебеге ие болатынын айтты. Онда визасыз режим енгізіліп, шетелдіктерге мүлік иелену мүмкіндігі беріледі. 2050 жылға қарай Алатауда шамамен 2 миллион адам тұрады деп жоспарланған. Бұл мегаполис экспортқа бағытталған техноэкономикалық хабқа айналмақ. Содан кейін бұл қалада крипто қаржымен төлем жасауға болады деген ақпарат тарады. Қала бизнес, білім зерттеу, индустрия және туризм бағытында дамиды. Сәтті жоба болсын деп тілейік. Өткен аптада өкінішке қарай жағымсыз жаңалықтарда аз болған жоқ. Жұрт назары тағы да Талғарға ауды. Тал түсте Ернар Тұрғанбек есімді азамат кісі қолынан қаза тапты. Күдікті марқұмның жүрек тұсына 2 рет оқ атылған. 30 жастағы ер адам оқиға орнында жан тапсырды. Марқұмның соңында анасы, жүкті әйел мен 3 баласы қалды. Кейін күдікті марқұмның үйіне барып, оның анасына қару тіреп, Аружан есімді медбикені іздепті. Бірақ таппаған соң оның 2 жасар қызын кепілге алған. Аружан деген оның экс-ғашығы екен. Полициядан қашу кезінде көлігімен құздан құлаған, алайда ағашқа тіреліп, әбүйір болғанда өзі де балада аман қалды. Қорқып қалған бүлдіршіннің тіліне 8 жерден тігіс салынды. Бұл жағдайды бәріміз көрдік қой. Енді жағамызды ұстадық. Бала аман қалғанына риза болдық. Күзгі обострение ма бірдеңе болып жатыр. Адамдар тым агрессивті болып кетті. Мүмкін. Кішкентай баланы кепілге алған 26 жастағы Еламан Айғазиев болған екен. Ол бұған дейін де істі болған. Жергілікті көлік жөндеу орталығында жұмыс істеген. Бұрын ол Аружан есімді жас әйелді зорлап, қысым көрсетіп, бірнеше несие рәсімдеткен екен, ойлашы. Жәбірленуші тарап полицияға арыз жазғанмен, тәртіп сақшылары ешқандай шара қолданбай күдіктіні бостандыққа жібере салған. Ақыры осының соңы қанды қылмысқа әкелді. Алматы облысының прокуратурасы Талғардағы қайғылы жағдайдан кейін жергілікті полиция қызметкерлерінің әрекетсіздігіне байланысты қылмыстық іс қозғады. Дұрыс қозғау керек деп ойлаймын. Иә, бұл жағдай бірнеше айға жалғасқан. Қыз қандай күйде жүрді екен, иә? Күдікті мен Аружан TikTok желісінде танысыпты. Жәбірленушінің қорғаушысы олардың арасында белгілі бір қарым-қатынас болғанын растады. Алайда біраз уақыт бұрын Аружан полицияға арыз түсіріп, күдікті өзін зорлап, күшпен бірнеше несие алуға мәжбүрлегенін айтқан. Соған қарамастан Талғардың полицейлері әлгі адамды қамауға алудың орнына белгісіз себептермен босатып жібереді. Салдарын көріп отырмыз. Жалпы Талғарда қылмыстың өршуіне тәртіп сақшыларының салғырттығы себеп сияқты. Не шықса да Талғардан шығып жатыр, қазір байқасақ. Өкінішке қарай солай болып тұр.
Жалпы мұндай ақпараттарға осы апта толы болды. Кейінгі кездері әлеуметтік желіге кіруге де қорқып қалдық. Бейне бір басқа елде болып жатқан кинодағы оқиға ма деп қаласың. Бірақ өкініштісі бұл біздің елдегі шынайы оқиғалар. Желіде азды көпті оқырманы барларда мені біреу оқидау, менің жазбам қоғамда дүрбелең туғызады деп ойламайтын да сияқты. Мысалы, алматылық блогер аутист балаларды өлтіру керек деген комментариймен халықтың ашуын туғызып жатыр. Райхан Жұмамұратова аутист жеткіншектің 2 жасар баланы көтеріп алып жерге ұрған видеосының астына осындай пікір қалдырған. Желі қолданушылары әп-сәтте дүрлікті. Блогердің Instagram желісінде 80 мыңнан астам оқырманы бар екен. Сұмдық, я? Енді 80 мың оқырманы да оңай емес қой. Үлкен аудиторияның алдында, иә. Бұл жерде тіпті оның үстінен қазір қылмыстық іс қозғалды деген ақпарат шықты, аты жөні анықталды, кім екенін жақсы біледі. Ал еңбек министрі жақында ғана Светлана Жақыпова Қазақстанда инклюзивті қоғам құру үшін бар күш салынып жатқандығын айтты. Біздің қоғамда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың, әсіресе балалардың құқығы шектелмеуі тиіс деп өзі де бір ашуланған болатын. Біздің продюсер Тоты Сүлейменова Райхан Жұмамұратовамен байланысқа шығып, оқиғаны өз аузынан тыңдап алды. Назарларыңызға сол сұхбатты ұсынамыз. Дәл сол баламен жаста 2 жасар балам болғандықтан, бұл жерде аналық сезімге және эмоцияға беріліп, жаман сөз жазып қойғаным рас. Бұл жерде именно өлтіру керек деген сөзім өте артық кетті. Және аутизм балалары бар ата-аналарға бұл сөздің өте ауыр тигенін мен кейін түсіндім. Именно аутизм диагнозы бар барлық ата-аналарға айтарым, өздеріңізге қабылдамаңыздар бұл менің сөзімді. Если сіздер өздеріңізге қабылдасаңыздар, жаңағы менің балама именно айтып жатыр деп жүректеріңізге қабылдасаңыздар, мен сіздерден шынымен кешірім сұраймын. Өкініп жатырмын, ол именно өлтіру деген сөзді, ауыр сөзді қолданған үшін кешірім сұраймын және өкініп те жатырмын. Бірақ бұл сөздер сізге мүлдем қатысы жоқ. Бұл сөз тек жаңағы қоғамға зиянын тигізетін, денсаулығы бар кішкентай бүлдіршіндерге, адамның өміріне және денсаулығына қауіп төндіретін балаларға ғана арналған сөз. Қоғамнан тек балаларды шеттету мақсатында емес, именно осындай агрессивный балаларға арналған жеке бір мекемелер ашылғанын қалаймын. Және осындай енді қарап тұрсаң, бұл уголовный нәрсе ғой, біреудің өміріне, денсаулығына кесірін тигізу. Ол бала жауап бермесе, ата-анасы жауап бергені, немесе алдын алу, немесе жаңағы сондай нәрсені істеген баланы, сондай балаларды ғана қоғамнан шеттетіп, бір мекемеге тапсыру деген сияқты, білмеймін енді. Сондай бір нәрселер ойлаймын, себебі баламның өмірін мен алдын ала қорғағым келеді. Может, менің де балама бір аутист бала жүгіріп келіп, бір зиянын тигізбесе екен деп қорқамын да. Маған өте ауыр сөздер жазды, балама өлім тіледі, семьяңмен қосып бауыздап кетеміз, неше түрлі нәрселер кетіп жатыр. Мен бірақ бір балаға немесе бір аутизмі бар ата-ананың жекесіне сөз келтіріп, жаман нәрсе жазған жоқпын. Енді аталған азаматшамен сұхбатты өзіміз көріп шықтық қой, бірақ өкінішке қарай бұл азаматшаның кейіп отырғанын мен өзім байқамадым, сенің қалай екенін. Ол түсінбей деп отырған сияқты. Отырған секілді болды. Енді әлеуметтік желіге енді оқырмандардың алдына шығып кешірім видеосын жариялаған екен. Ол видеоны да көріп бір жүрегім жібімеді. Өйткені жұрт алдында қателестім деп ойлап тұрған жоқ. Бұл жерде оның тарапына кеткен хейтқа ашулы сияқты болып көрінді маған. Жауапқа тарту керек. Жаңағы видеоның астында неше түрлі пікірлер жазылып жатыр. Енді адамдар да бұны ауыр қабылдады ғой, әсіресе осындай баласы барлар. Аутист балалардың ата-аналарына айыппұл төлету керек деген секілді пікірлер жазып жатыр. Біздің мақсат қазіргі таңда осы резонансты көтеру арқылы істі жаптырып тастамау. Біздің мақсат жауапкершілікке тарту, басқаларға сабақ болсын, басқаларға өзінің не дейді ғой, көзқарасын, ақылын, миын, ойын, санасын ашатын бір кейс болса екен деген. Өйткені бұған дейін де өте көптеген блогерлар енді ауыздарынан келгендерін айтып жүр, өкінішке орай. Енді ақымақпен ақымақ боласың ба дейді ғой. Енді маған шыны керек өте әрине ауыр тиеді, бірақ біз үйреніп қалғанбыз. Бұл жалпы стигма ғой қоғамдағы, иә. Ең өкініштісі бұндай жаңағы
қоғамның көзқарасын қалыптастыратын, оның ішінде жастардың көзқарасын қалыптастыратын адамдардың осындай ағаттық жіберіп, осындай нәрсе айтуы, енді бұл мен ойлаймын, сөз шымшық емес ұстап алатын, ол атқан оқпен тең, адам ойланып істеу керек. Соны мен ойлаймын, анау воспитательных мерах да өте пайдалы болады деген сенімдемін. Шынымен қазір аузы барлар аузына келгенін айта беретін болған ғой. Осыған байланысты желі қолданушыларға бір тәртіп қоятын уақыт келген сияқты. Аутизм деген қауымдастық бар. Бұл елдегі бірінші жағдай емес, ерекше балаларға буллинг балабақша да қоғамда да көбейіп жатыр дейді. Соңғы кезде автобуста үлкен кісінің. Ол кісі медбике екен. Медбике. Мен бір мынадай бір ақпаратты оқып шықтым. Қазір ойлашы, елімізде туылған әр 10-шы балада аутизм анықталып жатыр екен. Ол рас. Әлем бойынша қайдан шыққаны белгісіз, дауасы анықталмаған бұл дерттің жер шарында белең алып бара жатқан енді өкінішті. Дегенмен де бұл жерде құрметті көрермен, жалпы аутизм тақырыбын көп айтып жүрміз ғой, жан-жақтан да айтып жүрміз. Бірінші, қоғам мұнда ерекше адамдарды қабылдауды ең бірінші қолға алуы керек сияқты. Қабылдап, ал енді осындай бала тәрбиелеп отырған ананың ішкі халін түсінгіңіз келсе, оның орнына өзіңізді қойып көріңіздер едік. Осы орайда енді елді шулатқан блогер болсын, жалпы ерекше балаларға қатысты теріс пікірдегі адамдарға айтарым, Айза, сенің алдында бір сұхбатың болды ғой, соны көріп шықсын. Айтып шықшы өзің не туралы сөйлестіңдер. Осында ерекше балақайдың анасы белгілі ақын журналист Айзада Рахымжанова. Менің майын тамызы подкастында екеуміз сұхбаттасқан болатынбыз. Сонда аутизм диагнозы жайлы құнды ақпараттармен бөліскен едім. Уақыт тауып көрсеңіздер, аутистердің ауру емес екенін, көп жағдайда олар өте ақылды, дарынды екенін түсінесіздер. Олар бізден өзгешелеу, бірақ аяушылыққа мұқтаж емес. Біз олармен бірге өмір сүруді үйренуіміз керек. Уақыты келді. Олар бізді баяғыда қабылдап қойған, біз ғой өзімізді биік санайтын. Айзаданың мына сөзі маған қатты әсер етті. Біз барлығымыз аутистпіз, тек әртүрлі деңгейде. Ойланатын мәлімет, Қазақта енді сөз қалған ғой, мынау аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді ғой. Шынымен де әлеуметтік желіде аузына ие болып жүрген абзал. Бұл жағдай енді барлығымызға сабақ болады деген ойдамыз. Енді біз инклюзивті қоғамбыз деп жатамыз ғой, мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетуіміз керек деп, енді өкінішке орай ол жай статистика жаңағы болып жатқаны өкінішті. Кейде керісінше олар да бізге мотивация беріп жатады. Студиямыздың бүгінгі қонағы менің өзіме ерекше әсер еткен. Өзімде Инстаграм желісінде бұл жігітке жазылып қойдым. Әлеуметтік желінің жарық жұлдызы десек болады. Мотиватор, жас мотиватор, қаншама қоғамға қанат бітіріп жүрген нағыз ер жігіт десек те болады. Саян Тұңғыш. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, Саян? Қалайсыздар, роднойлар? Көңілге қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы. Қайдан келдің? Жасың нешеде, өзің туралы түсіндіріп өтші, мына роднойларыңа. Менің атым Саян, жасым 15-те, мен 9-шы сынып оқимын. Үйде оқытыламын, қоянды алдында тұрамын. Идея қайдан пайда болды? Инстаграмға шығып, осындай мотивациялық видеолар жазу. Өзің идеяң ба? Енді біреу шабыттандырады ғой. Инстаграмда кімді оқисың? Кімдерге қарап осындай не болды сенде? Ой болды, мынандай адам болсам ғой деп. Кімдерді қарап отырасың? Арыстан мотиватор, ННН, Тархан дегендерді қараймын. Арыстан деген жігіт анау ғой, көзіңді аш, оян деп айғайлайтын оны істе. Саян, алғашқы бастағанда подписчигің аз болған шығар, Содан қай видеодан кейін өзің бақылап отырасың ба, анализ жасайсың ба? Комментарийларды оқисың ба? Хейтті қалай қабылдайсың? Мен комментарий оқимын. Мен бұрында жаман комментарийларды өшіріп тастайтын едім. Қазір жаман комментарийларға мән бермеймін. Дұрыс. Қандай комментарийлар? Жаман деген қандай ол? Не айтып отырсың деп, кішкентай болып не айтып отырсың деген сияқты нәрсе айтамын. Қандай комментарий есіңде қалып қойыпты? Жақсы, жаман комментарий айтшы бір. Енді роднойларыңа сабақ болсын. Сен арықта деген комментарийлар көп жазылады. Сен арықта деген. Сол тиіп кетті ма? Арықтауға жылайны жоқ па? Болашаққа жоспарың қандай? Кім болғың келеді? Мен кино актер болғым келеді. Тележұлдыз болғым келеді. Келешекте мықты блогер болғым келеді. Ол үшін не істеп жатсыз?
сол үшін еңбек қылу керек, тоқтамау керек, ең бастысы. Шабытты қайдан аласыз? Вот өзіңіз мотивацияны қайдан аласыз? Кімнен аласыз? Мен мотивацияны ата-анамнан аламын, және салған видеоларымның қаралымы көбейген сайын одан да мотивация аламын. Визуализация дегенді білесің ба? Көзіңді жұмып елестетесің ба? Міне мен сахнаға шығам, осыншама мың адам қарап тұр, қол шапалақтайды деген сияқты. Қазір көзіңді елестетте, бізге бір мотивациялық бір сөз айтшы. Уатқан екеуміз қанаттанайық мына жерде. Әрбір қиындықтан кейін міндетті түрде жеңілдік болады, родной. Қатты уайымдамашы, ол қиындықтар бізді сындыру үшін емес, сені мықты қылу үшін, жаңа деңгейге шығару үшін келіп жатыр да. Керемет, Саян, уақыт тауып хабарымызға келгеніңіз үшін рахмет. Бүкіл армандарыңыз орындалсын. Жұлдыз болыңыз, блогер болыңыз әйгілі. Я халқымызға әлемге танымал. әлемге танымал. Брайан Трейсли және де шетелдік коучтар бар ғой, сол секілді үлкен алаңқайлар жинап адамдарды қанаттандырып жүре бер, иә, сол сізге мотивация болсын, сол деңгейге жету. Иә, құрметті көрермен, осы әдемі нотада хабарымызды тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Әдеттегідей сізден қолдау күтеміз. Комментарий жазып, лайк басып, артымызға жазылып қойыңыз. аман болыңыздар.